Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай оңай жасалатын, әрі дәмі де ерекше дәмді болып шығатын құмырсқаның илеуін, яғни муравейниктің жасалу рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен ерітілген сары майға қантты және қаймақты салып, біркелкі масса болғанға дейін венчикпен араластырып аламыз. Барлық қоспалардың мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап көре аласыздар. Және соңында електен өткізілген ұнымызды 2-3 бөлікпен қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Алдымен осылай венчикпен араластыратын боламын, кейіннен қолымызбен жұмсақ қамыр жасап аламыз. Ұнды барлығын бірден салып жіберуге болмайды, себебі біздің қамырымыз қатты болып кетуі мүмкін. Ал бізге жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр жасау керек. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп алыңыздар және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде менің каналымнан шығатын видеоларды бірінші болып көре аласыздар. Сондай-ақ каналымда көптеген тәттілердің, ұнды өнімдердің рецептін таба аласыздар. Описание бөлімінде ссылкасын қалдыратын боламын, кіріп көріңіздер. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы, қолға ешқандай да жабыспайды. Осылай қамырды толығымен дайындап алғаннан кейін, оны 1-2 бөлікке бөліп, пакетке салып, мұздатқышқа 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Сол аралықта олар қатуы керек және ары қарай қатқан қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Бізде қамырымыз толығымен қатты, енді осылардың әрқайсысын осылай пергаментке үккіштен өткізе отырып орналастырып шығамыз. Осы бір қамырдың өзін мен 2 бөлікке бөліп пісіріп алдым. Себебі көптеу қылып пісірсеңіздер, біздің қамырымыз дұрыс піспей қалуы мүмкін және беті аппақ болып қалуы мүмкін. Сол үшін бір қамырдың өзін мен 2-ге бөліп пісіремін. Осылай үккіштен өткізіп алғаннан кейін, орталары жабысып қалмас үшін қолымызбен осылай ашып жағамыз және дайын болған қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Беті осылай қызарып пісуі керек. Піскеннен кейін кішкене суытып, оны бөлек ыдысқа алып қоятын боламыз. Басқа қамырларды да мұздатқыштан алып, дәл осылай пісіріп алатын боламыз және олар суығанға дейін кремін дайындаймыз. Ол үшін барлық қоспаларды, яғни сары майды, сахарный пудра және вареный сгущенка барлығын миксердің көмегімен араластырып аламыз. Креміміз жақсы шығу үшін мен әрдайым 82,5% майды қолданамын, ал қамырға қосатын жағдайда одан төмен проценттік майды пайдаланамын. Қолымызбен езіп, осындай крошка жасап аламыз, кейін оған біздің дайын тұрған кремімізді салып, біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Мен бұрындары муравейникке тек сгущенканы араластырып қана қоятынмын, бірақ соның өзінде дәмді болып шығатын. Дегенмен мына крем ерекше дәм береді екен, сондықтан міндетті түрде осы креммен жасап көріңіздер. Толық араластырып алғаннан кейін енді муравейниктің формаларын шығаратын боламыз. Ол үшін дәл осындай кішкентай рюмканы алып, ішіне толтырып саламыз және үстінен кішкене басып жібереміз. Бұл бізде формасын ұстап тұру үшін қажет. Және осыны тарелкаға орналастырамыз. Салған кезде кішкене қана осылай түбінен ұрып жіберсеңіздер түседі және дәл осылай басқа да муравейниктерді жасап шығамыз. Үстіне кез келген декор жасасаңыздар болады. Мен бұл видеода шоколадты және кокосовый стружкаларды қолданған болатынмын. Сіздер қалауыңыз бойынша дәл осылай ұсынсаңыздар да болады. Толық декорын жасап болғаннан кейін дайын муравейниктерді 1-2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз және содан кейін дастарханға ұсына беруге болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне осылай шоколадты ерітіп узор жасап шықтым және оның үстіне ақ және сары кокосовый стружкалар қосқан болатынмын.
Жасалу жолы оңай әрі дәмді десерт болғандықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім, және менің қонақтарыма да ерекше ұнаған болатын. Сол үшін сіздерге де мерекелік дастарханға жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарийда нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде маған қолдау көрсетіп, лайк, комментарий жасай кетіңіздер, және қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан бөлек көптеген тәттілердің, ұнды өнімдердің және кешкі асқа, таңғы асқа идеялар таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде кіріп көріңіздер.